Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 5-ші мектеп гимназиясы, мұғалім Оразбаева Камиля Елесовна. Сабақтың тақырыбы Мағжан Жұмабаев қазақтың ұлы ақыны. 2-ші сабақ. Бөлім қуат көзін үнемдей білеміз бе? Сабақтың мақсаты жалпылау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Жаңа сөздерді қайталайық. Жалға, соедини, жетеле, веди за собой, соқ, ударь, бей. Мазмұн, содержание. Есімдіктерді қайталаймыз. Есімдіктердің 7 түрі бар. Жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, жалпылау есімдігі, болымсыздық есімдігі, белгісіздік есімдігі. Бүгін өтетініміз жалпылау есімдіктері. Заттар мен құбылыстарды жинақтап атау үшін қолданылатын сөздер. Жалпылау есімдіктеріне бәрі, барлық, барша, бар, күллі, бүкіл, түгел деген сөздер жатады. 82-ші бет, 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті жалпылау есімдігін қойып жазыңдар. Жалпылау есімдіктері күллі, барлық, бәрі. 83-ші беттегі 6-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқыңдар. Мағжан Жұмабаевтың «От» өлеңі. Күннен туған баламын, жарқыраймын, жанамын. Күнге ғана бағынам. Өзім күнмін, өзім от. Сөзім қысық көзімде от. Өзіме өзім табынам. Жерде жалғыз тәңір от. Оттан басқа тәңір жоқ. Шынында менің өзімде от, қысылған қара көзімде от. Мен оттанмын, от менен, жалынмын мен жанамын. Оттан туған баламын. Қараңғылық бұққанда, қызарып күн шыққанда, күн отынан туғанмын. Осы өлеңнің орыс тіліндегі аудармасын тыңдаймыз. Огонь. Я от солнца рожден, я пылаю, как он, предан солнцу душой, узких глаз моих взор, искрометен и скор. Я любуюсь собой, на земле одинок, лишь огонь, только Бог. Снежным пламенем слит, он, целуя, палит, усмехнется и вон, взбудоражив, смутив, уберет всех с пути. Его имя огонь, так зовут и меня, я поклонник огня. Для Мағжана Жұмабаева важнейшим было мистическое правительское назначение поэта, которое он воспел в этом стихотворении. Впервые в его поэзии возникает идея неотъемлемости поэтического горения от стихии огня и света. Ведь огонь с давних времен почитался как божество, становился символом света. Значит, поэт мог состояться только тогда, когда, угадывая видоизменения огня, пророчествовал, мог донести до людей великие изменения в жизни. Келесі тапсырма. 83-ші бет, 7-ші тапсырма. Үлгіге қара. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөз тіркестерін орыс тіліне аудар. Үлгі. Күннен туған. Рожденный солнцем. Сабақтың соңында бағдаршам рефлексиясын жүргіземіз. Сабақты толықтай түсінсеңіздер, жасыл түсті белгілейсіздер. Жартылай түсінсеңіздер, сары түсті белгілейсіздер. Сабақты түсінбесеңіздер, қызыл түсті белгілейсіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.